Ассалаумағалейкум қазақ елі, сериалдарыңызға қош келдіңіздер. Және де оның жүргізушісі мен Мадияр Пернебай. Достар, бүгінгі біздің тағы да тюнинг бөлімі жалғасуда. Бүгін тағы да заказ берген посылкаларымыз келді. Бүгін соның барлығын орналастырып қондыратын боламыз. Бұл достар, көп сөйлемейік, алдыменен видеомызды бастап алайық. Жалпы айтқанда достар, негізі алдымен Ресейден, жаңағы басқа көрші қалалардан Қазақстанда жоқ запчастар заказ беріп алып өткені тюнинговый запчастардың ладаға арналғандар Қазақстаннан жеткіліксіз. Сол себептен Ресейден мен Priora бірдің щитогын заказ бердім. Тюнинговый 55-ның стиліндегі көк ақ деген сияқты қазір қосып салған кезде түсінетін боласыздар. Сондай-ақ алдын естеріңізде болса Priorада жаңағы көтеретін подъемник бар, капот ашқан кезде. Сол сияқты аман жатыр дейді біреулер подъемник дейді. Сондайды алдық. Бүгін соны қоятын боламыз, қондыратын боламыз. Негізі мен ондайды багажға да қойғым келген. Бізде Priorада кнопка бар дейді. Кнопканы бассаң багажың тықтап ашылады. Сол кезде мен ойладым, кнопканы басқан кезде багажды босатқан кезде ана амортизатор бүйтіп багажды итеріп кетті, және багажы ашылу керек автоматически. И оның жаңа подъемнигін ұзақ іздеп таппадық. Қаншама күттік. Жаңа Астанада бір жерде бар, оның өзі айтады, қалмай қалды, қашан келетіні белгісіз дейді. Сол себептен оны күтпей-ақ қазір қолымызда тұрған запчастармен енді бүгін барлығын өз орындарына жайғастыра берейік. Олай болса, не запчаст не екенін қазір видеосы толықтай түсінетін боламыз. Олай болса, іске сәт көрсетейін сіздерге. Олай болса достар, алдыменен капотымыздан бастайық. Кез келгенде және алдынан бастаған дұрыс қой. Бұның ішінде бізде мынандай итермелі амортизаторымызбен және де өзінің мынандай орналастыратын құрылғылары бар. Екі осындай стойка болып келеді мінекей. Бұның бағасы достар небәрі 15 ақ мың теңге. Ал достар, барлығын салып болдық. Ал нәтижесі қалай болды екен? Чё там? Айдалада тұрып қалған кезде капотын ашып істеп атасың ғой. Сөзіне тірейтін нәрсең бейт желден босап капоты ұшып кетпейді, ұшып кетеді деп қорқасың да. Мынада ондай жоқ. Қайқа ашасың де. Так, келесі бізде щиток. Щитогымызды бірінші көрейікші. Неге заказ берген кезде бұл заводское стекло тонировано болып келеді. Короче, қосылған кезде қазір Lexus-тар сияқты қосылады ғой. Замок ашқан кезде бірінші стрелкалар жанады, одан кейін барып сандар жанады ғой. Lexus, Toyota камералар сондай емес пе? Балалық кездегі ең рахат нәрсе ғой, антистресс ғой. Ё-моё! Егер де сен қатты ашуланып, нервіңнің давлениен көтеріп келсе, дәл осындай пакетті на всякий случай сатып ал. Өйткені сен бұны қытырлатқанда давлениенің қалай басылғанын түсінбей қаласың. Арнайы осындай Priora бірлерге арнатылып істелінген, арқасында как положено 12 вольттық комбинация прибор 2012 жылға дейінгі көліктерге салынады. Ал олай болса өзіміздің щитокты шешіп көрейік енді. Не істемедік бұл спидометрге, бұл щитокқа не істемедік. Зато уже алып салып лампочкасын ауыстырамыз, былай істейміз. Уже мынаның стеклосы сырылып жылып уже ағарып кеткен байқұс. Мынау новыйдың стеклосын қараңыздаршы, өзі заводской тонированный, жылтырап қап-қара болып тұр. Былай қарасаңыздар еш нәрсе көрінбейді. Ал істеп тұр барлығы. Енді сразу газ қатырмайын, соңында әдемілік көрсетеді. Айтпақшы достар, бізде тағы да көзіп кететін нәрсе есімізден шығып кетті. Алдан алып болған едім мен негізі мынандай пешканың крутилкалары, соны салып есімде шығып кетті. Бүгінгі видеода осыны пайдаланып отырып, мынаны сіздердің көздеріңізше салып қойып. Бұл негізі гамманың спортивный түрдегі, спортивный стилдегі андай крутилкалар. Мынаның өзі мысалы үш ақ тұмалақ, әшейін андай хромированный зат негізі. Бірақ вообще басқаша вид береді, ішке салып көретін болсаңыздар. Қараңыздар. Айтады ғой, каждый мелочтың өзі, мелочтан бәрін жинап қоятын болсақ, соның өзі біраз сән береді. Ал енді ескі щитогымызды, ескі крутилкаларымызды барлығын салып бір жерге жинап қоямыз. Ал олай болса достар, бүгінгі біздің видеомыз мінекей осылай. Әрине аздай болса да көптеп көріңіздер. Сіздерге ұнағанымызды лайктаймын, басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий керемет пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Олай болса достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі тюнинг бөлімінде кездескенше.
кездескенше аман сау бол.